келесі нәрсе акции скидки. Акции скидки деген нәрсе бар. Акцияның 3 түрі болады. То есть ішінде бесплатный доставка болады. Ол суммадан жоғары бір адреске таңдалады. Мысалға 3-ші микрорайонға 10 мыңнан жоғары бесплатный доставка апарам деген сияқты қылатын болсаңыз, срогын белгілейтін болсаңыз, сол уақытта уже клиентке бесплатный доставка шығып тұрады 10 мыңнан асқан кезінде автоматически. Одан бір подарок заказу. Именно 2 пиццаға 1 пицца тегін деп басатын болсаңыз, чекке уже шығып тұрады тегін пицца деген сияқты. Үшіншісі скидка или бонус. 10 мың теңгеден жоғары мен бонус беремін деп қоюға болады. 10 мың теңгеден жоғары скидка берем процентпен деп қойсаңыз болады. Оның барлығы клиенттің чегінде көрінетін болады, сізге де, клиентке де көрінеді. Сосын подарктың тағы да бір түрі бар. Либо определенный товарға не беруге болады, скидка, подарок беруге болады. Чисто мысалға пепперониға беруге болады, немесе полный секцияға беруге болады. Пицца деген секцияға подарок беруге болады деген сияқты. Сол нәрсеге мән беріңіз.